15 қарашада Қазақстанда ұлттық валюта күні аталып өтіледі. Ол айналымға осыдан 28 жыл бұрын 1993 жылы енгізілген. Біздің еліміз өзінің банкнот фабрикасына ие болмай және технологияларды білмей, ұлттық валютаның дизайнын дербес әзірлеуге шешім қабылдаған алғашқы елдердің бірі болып табылады. Толығырақ алдағы сюжетте. Жыл сайын 15 қарашада еліміз республиканың ұлттық валютасы күнін атап өтеді. Қазақстанда 28 жыл бойы мемлекет егемендігі белгілерінің бірі болып табылатын ұлттық валюта теңге айналымда. Кез келген мемлекеттің тарихында оның өз валютасының тарихы ерекше орын алып қамтылады. Ұлттық валюта теңгені енгізу елде қалыптасқан дағдарыстан шығудың және экономика дамуының жаңа кезеңіне өтудің бірден-бір жолы болды. Енді біз өзіміз білетінде 1993 жыл 15 қараша күні өзіміздің төл теңгеміз енгізілген күн. 90 жылдарда кеңес өкіметі ыдырап, 91 жылдан кейінгі кезеңдер өте ауыр кезеңдердің болған бәріміз білеміз. Және барлық көптеген реформалар, экономикалық және әлеуметтік саяси реформалар өткізу маңызды болып тұрды. Бірақ осының бәрі өзіміздің ұлттық валютамызсыз бұл ешқандай іске аспауына толық сенген болатын. Ұлттық валюта өз жолын 1993 жылдың 12 қарашасынан бастады. Дәл осы күні елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан Республикасында ұлттық валюта енгізу туралы жарлығы шығып, 1993 жылдың 15 қарашасында тәуелсіз Қазақстан Республикасының төл валютасы айналымға енді. Алайда бұл оқиғалардың алдында үлкен ауқымды жұмыстар атқарылғанын атап кеткен жөн. 1992 жыл бұл жұмыстың банкноттың ұлттық валютаның құрамын, дизайнын өңдеу жұмыстары басталып кеткен болатын. Және өте құпия кезеңде басталды. Және 1993 жыл 15 қарашада таңғы сағат 8-де басталып, 20 қараша күні кешкі сағат 8-де аяқталған болатын. Осы 6 күннің ішінде өте қысқа уақытта өте үлкен ауқымды жұмыстар атқарылып өтті. Ұлттық валютаны шығару британдық Харрисон және ұлдары мен Томас Телару фирмаларына тапсырылды. Егер теңге үшін арнайы қағазға Англияда тапсырыс берілсе, бояуды швейцариялық фирма жасаған. Қазақстандық теңге әлемдегі ең жас валюталардың бірі болып саналады. Өйткені ел рубль аймағынан шыққан соңғы мемлекеттердің қатарына кіреді. Халықаралық банкнот қауымдастығының нұсқасы бойынша қазақстандық валюта ең әдемі ғана емес, сонымен қатар әлемдегі барынша жабдықталған валюталардың бірі болып саналады. Қазақстандық теңгенің 18 қорғау дәрежесі бар. Қазіргі таңда енді Қарағанды облысында 22 банктердің өкілдері жұмыс істеп отыр. Облыстың депозиттері көлемі 1 триллион теңге. Соның ішіндегі ұлттық валютаның үлесі 70% болса, 719 миллиард теңге. Бұл енді еліміздің осы төл теңгемізге сенімнің артқанын көрсетіп отыр. Арман Қазбекұлы, Серік Тоғаев, Данил Заславский, 5-ші арна.